ел тағдырына қатысты мәселелердің қай бөлігі болмасын, кез келген заманда өзектілігі жойылмайды. Ұлттық мүддеге қатысты мәселелердің барлығы осыдан туындайтыны анық. Бұл сөзімізге патшалық Ресейдің отарлау саясаты салдарынан тұтанған ұлттың азаттық жолындағы күрестер айқын дәлел бола алады. Себебі дәл осы уақытта жат билік қазақ қоғамында көнеден қалыптасқан дәстүрлі мәдени құндылықтарды жоққа шығарып, қоғамдағы ішкі құрылымның қасақана әрі әділетсіз түрде өзгертуге күш салды. Бүгінде 30 жылдан астам тәуелсіз елдің тұрғынына айналсақ та, нәубет жылдардың тарихына жете бойлай алмай жүргеніміз қынжылтады. Сондай тақырыптардың бірі де бірегейі ашаршылық жылдарының ақиқаты. Ахмет Байтұрсынұлының «Танысаудың жаны сау» мақаласынан үзінді. Ауру адамның, аш адамның есі ақылы орында болмайды. Мастық не дегізбейді, аштық не жегізбейді. Өткен қыс аштық болды. Ашқан адам бір-бірінің етін жеді. Өліктің етін жеген былай тұрсын, өлмеген тірі адамдардың малша аралап, малша сойып жеді. Қалаларда түн болса, көшеде жүруге болмайды. Мезгілсіз уақытта көшеде жүрген адамдарды жылқы сияқты бұғалыққа салып, буындырып ұстап, сойып жейтін болды. Анасы баласын етін жеуге жетті. Мұның бәрі аштықтың әсері, адамның есі шығып, ақылы қалмағандықтың көрсетеді. Аштық ақылын алмаса, адам ан дәрежесіне жетіп, қайуындықтан да асып, бір-бірін жермейеді. Аштық, сым аштықта. Аштық, сым аштық. Барымызды қырды ғой. Ағам шыдай тұр. Ауға да жетті қалдық. Ағам, шыдашы тек. Көзіңді ашшы, балам. Балам, көзіңді ашшы. Көзіңді ашшы, балам. Жетте қалдық. Анан саған тамақ береді. Шыдай тұршы, өтінем. Шыдай тұршы. Көзіңді ашшы, балам. Көзіңді ашшы. Көзіңді ашшы, өтінемін. Атақаным, шыдай тұршы. Жетте қалдық. Анан үшін шыдай тұршы, қолым. Қазір ауылға жетеміз. Жолдасың. Анан саған тамақты береді. Жетті. Шыдай тұр. Thank you.